Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 6 сынып оқушылары, білім алушылар, бүгінгі сабақта біз сіздермен тіршілікте құрыштай бол төзімді өлеңі атты тақырыпты өтетін боламыз. 6 сынып, яғни әдебиет сабағы. Сабақ мақсаты шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беріңіз деп аталады оқушылар. Сабақты бастамай тұрып, сабақтың мақсатын сіздер тағы да бір рет оқып шығыңыздар. Оқушылар, бүгін біз тапсырмалар орындайтын боламыз. Сондықтан дәптеріміз бен қаламымызды ала отырайық. Суретке қарайық балалар. Кіріспе бөлім деп тұр. Суретке қарап, біз 1, 2, 3, 4 сөздің қара жазумен беріліп тұрғанын көріп тұрық, иә? Кіріспе бөлімді оқып шығайық. Тіршілікте құрыштай бол төзімді, сан мәртебе алдаса да өзіңді, тағдырыңды еш уақытта жазғырма, тіпті кейде болса әзәзіл азғырған, өрге жүзген өнегелі ісінен, таңда адал дос өзіңнен теңіңнен, ішінен. Жүргендер көп достық атын малданып, алайда тек қалма оған алданып. Міне, кіріспе бөлімнің ішінде бізде 4 сөз беріліп тұр екен. Келесі, өлеңнің мазмұнына шолу жасайық оқушылар. Әл-Фарабидің тіршілікте құрыштай бол төзімді өлеңінде тәлім, тәрбие, өсиет, тағылым, достық, сабырлық туралы жазылған. Өмір болған соң адам баласы көптеген қиындықтар мен жағымсыз жағдайларға тап болады. Сол қиындықты төзімділік пен сабырлықтың арқасында жеңуге болады. Өлеңде ақын тағдырды жазғырмауға, өмірде барлығына шыдамдылық танытуға шақырады. Адам баласының басына жақсылық бірден келмейтінін, ол үшін аянбай еңбектену қоректігін, сабырлы жан қашанда арманына қол жеткізетінін жырлайды. Ақын адам баласының адал дос табуын, жақсы амалмен көзге көрінуін, төзімді. Осы жаңағы шолу арқылы біз тапсырма орындайық балалар. Негізгі бөлім. 1-ші тапсырма. Сұрақтарға жауап берейік балалар. Шығармада қанша кейіпкер бар? Адамның сапалық қасиеттерін атаңыздар. Адал дос, амал дос сөздеріне ассоциацияны жасаңыз. Оқушылар осы 3 сұраққа міндетті түрде жақсы жауап берді деген ойдамын. Яғни бұл айтып өткендей 1-ші тапсырма. Оқушылар сұраққа жауап берді бе? Онда келесі. Бағалау критерийлері. Шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беріңіз. Дескриптор. Шығармадағы кейіпкерлері табыңыз, адами сапалық қасиеттерді атаңыз. 3-ші. Берілген сөздерге ассоциацияны жасаңыз. Яғни бұлар бағалау критерийлері және де дескриптор. Міндетті түрде осыны қолданып, өзіміздің тапсырмамыздың жауабын білуге болады, балалар.
Оқушылар, жауабын біліп алдық па? Онда келесі тапсырма. Екінші тапсырма. Бұл жерде сіздерде үлкен кесте беріліп тұр, балалар? Бұл кесте неге беріліп тұр деп ойлайсыздар? Бұл кесте үшке бөлінген. Біріншісіне құндылықтарды жазамыз. Екіншісіне мысалды жазамыз. Үшіншісіне өздеріңіз көріп тұрғандай, үшіншісіне яғни автор не айтқысы келді, соны жазып аламыз. Бұл үш кестеде бізде бір тапсырма, яғни біз жаңа айтып өткендей, бірінші құндылық, екінші мысал, үшінші өздеріңіз болғандай сол бір екінші тапсырманы ойдағыдай орындады деген ойдамын. Бағалау критерийлі. Шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беріңіз. Дескриптор. Өлең жолдарынан адами құндылықтарды анықтаңыз. Мысалдар келтіріп, өз ойыңызды дәлелдеңіз. Бағалау критерийлері және дескриптор арқылы тапсырмамызды дұрыс орындап шықты деген ойдамын. Оқушылар, болдық па тапсырманы орындап және бағалау критерийлерін салыстырып болдық па? Болсақ, оқушылар, бұл бізде, яғни екінші тапсырма оңай тапсырма, орындап болды деген ойдамын. Қорытынды бөлім. Біз бүгін Әбу-Насыр әл-Фарабидің «Тіршілікте құрыштай бол» төзімді өлеңіне мазмұндық талдау жасай отырып, ақынның өмір туралы түсінігінің кеңдігіне, өмірде арманға жету жолында төзімді, сабырлы, аянбай еңбек етуінің қоректігіне көз жеткіздік, балалар. Осы айтылған сөздердің ішінде барлық сөздер дұрыс болды деген ойдамын. Ал енді біз сабағымызды осы үй тапсырмасымен аяқтайық. Үй тапсырмасы бізде, яғни ол бізде бір тапсырма. Қорытынды бөлімді оқып болсақ, балалар, мен сіздерді күтіп отырмын. Оқушылар, үй жұмысы бізде Фарабиге ой толғау тағдырыңды еш уақытта жазғырма деген өлең жолдарына мән беріңіздер. Адамның жақсы болуы, жетістікте жетуі өзінен басталатын өз ойларыңызбен дәлелдеңіздер. Оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше. Сіздермен болған мен Арайка Микс.